Сәлеметсің бе, Әли? Қазір жаратылыстану сабағы. Кәнеки суретке қараш, заттардың бір сөзбен ата. Бұл не нәрселер? Кәнеки, дұрыс айтасың. Бұл бас киімдер. Олар не үшін керек? Бұлар суықтан сақтану үшін, ыстықтан сақтану үшін керек, е? Әдемілік үшін кейде киеді. Бұлар бүгінгі біздің сабағымыз бас киім болады. Енді сен тағы қандай бас киім түрлерін білесің? Бас киімді кімдер киеді? Бас киімді неден тігеді? Ойланып көр. Бас киімді барлық адамдар киеді, е? Бас киімді суықтан, ыстықтан қорғану үшін киеді. Оны әртүрлі материалдан тігеді, матадан да тігеді, былғарыдан да тігеді. Бағалы жүннен де тігеді, е? Сен тағы қандай бас киім түрлерін білетініңді жаза қой. Келесі тапсырма. Қазақ халқының ұлттық бас киімдерін қара. Мына бас киім қалай аталады? Бұл бас киімдердің атауы тақия. Дұрыс айтасың. Бірінші суреттегі тұрған тақия ол ер адамдардың киетін тақиясы, ал екінші суреттегі тұрған тақия қыз балалардың киетін тақиясы. Ал үшінші суретте боялмаған тақияны сен әдемілеп тұрып бояп шыға қой. Ал енді тәжірибе жасап көреміз. Қай зат жууды жақсы сақтайды деген тәжірибе жұмысын жүргіз. 3 құтыға ыстық су құй. Бірінші құтының бетін қағазбен жабасын, екінші құтының үстін құнқағармен, үшінші құтының үстін тері бөрікпен жап. 1 сағаттан кейін қай құтыдағы судың әлі ыстық екенін тексер. Таңбамен белгіле. Қалай ойлайсың? Қандай құтыдағы су әлі ыстық болады 1 сағаттан кейін? Осы экспериментті жасап, мына жерге сұрақтарға жауап бере қой. Жылыны не жақсы сақтайды? Қысқы бөріктерді неге терден тігеді? Қалай ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Жақсы, Әли. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.